Бір жылы жайлы ауылда еңбек қоршал бақшасында бір тал шалқан егіп, оны жақсы өнім беруін үмітпен күтіп жүріпті. Күндер өтіп, шалқан ерекше түрде өсіп, күннен күнге үлкейе түсіпті. Ақыры ол алып түйнекке айналып, жердің тереңіне бойлап кетеді. Шалқанды тартып көргенімен күш жеткізбепті. Сол кезде ол амалсыз кемпірін шақырып кел, бірге тартып көрейік деп өтінеді. Екеуі бірге тартады, бірақ шалқан әлі де қозғалмайды. Сол кезде немере жүгіріп келеді, мен де көмектесем деп қосылады. Үшеуі тізбек болып тартады, бірақ шалқан әлі қимылдамайды. Сол кезде ит келіп қосылады. Ол да бар күшімен тартуға көмектеседі. Ал мысық та жетіп тізбекке қосылады. Ең кішкентай, бірақ батыл тышқан соңғы болып қосылып, тізбек толық дайын болады. Барлығы бірге тарта бастағанда үлкен күш жиналып, бір серпілісте шалқан жерден суырылып шығады. Бәрі артқа құлап күлкімен шаттанып жібереді. Үлкен шалқанды көріп бәрі қуанып еңбектерінің жемісін бірге тойлайды. Сол күннен бастап олар бірліктің күші қандай екенін жақсы түсінеді. Өйткені шын мәнінде күш бірлікте.